Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының кезекті бөліміне де келіп жеттік. Бұл жерде Дара яғни Эвреннің жас кезіндегі балалық шағындағы махаббаты десек те болады. Енді ол Эвренге келген, бірақ аяқ астынан адвокат болып, Тимурдың адвокаты болып кетті. Одан кейін Эврен Бахарға звондап, талдауың дайын дейді. Екеуі отырып осы талдауды талдайды. Анализдерді көріп өте нашар шығады. Больницаға жату керек дейді. Бұрынғы бауыр ауыстырған кезде ол кісінің бауыры қайтадан жарамсыз болып, Бахар қайтадан больницаға жатып, басқа бауыр іздеп жатыр дәрігерлердің барлығы. Соған енді Бахар дайындалып жатыр. Бірақ Эврен айтады, сен енді бүгіннен бастап больницаға жатуың керек дейді. Бірақ Бахар айтады, мен бір ісім бар, соны бітіріп, дәл ертең мен саған уәде беремін, маған бір күн ғана бер, мен қайтадан келемін, больницаға жатамын точно дейді. Одан кейін Бахар Тимурдың үйіне барып алады, бүкіл заттардың барлығын шығарып, анасы мен Тимурды қуып шығады үйінен. Одан кейін Тимурдың анасы, алдындағы Нажмиддин деген жігіт бар еді ғой, жігіт болғанда аға дейма, бойы ұзын, әдеміше келген, өтірік, осы Невра ханымды жақсы көрген сияқты болып, үйін неге қойып, бүкіл кредит алып, сол кісіге бер жүрген. Енді сол кісі мүлдем телефонды алмайды, жоқ болып кетеді. Соған енді қайта екеуі, Тимур екеуі звондап жатыр, ал қайта звондап ол кісінің телефон алмай жатыр. Екеуі, анасы мен Тимур екеуі қонақ үйге барады, бірақ қонақ үй қымбат болып шығады, екеуі ұрысады. Тимур айтады анасына, сен айдаладағы біреуге ақша бердің және сендің, не үшін олай жасадың деген сияқты біраз анасына әңгіме айтады. Сол кезде анасы жылап сықтап, мен сенің әкеңнен ешқашан махаббат күткен жоқпын, ал ол маған басқаша көзбен қарады, жылы сөздер айтты, маған дәл сол жылы сөздер керек еді дейді. Одан кейін Бахар үйді керек емес заттардың барлығын тазалап, жинайды, жуады. Одан кейін балалар үйге келеді. Балалар үйге келіп, барлығы бірге тамақ жасап, бірге кешкі ас ішеді. Сол кезде аяқ астынан Бахардың мұрны қанап, балалар білмесін деп сыртқа шығып кетеді, таза ауаға. Сол кезде Эврен де сол жерде болатын, мұрны қанап жатқанын көріп қалып, қасына жетіп келеді. Сол мұрнын сүртіп, қанын тазалап, шамалы екеуінің бастары түйісіп қалған кезде біреу келіп фотоға түсіріп алады. Яғни кім екенін білмеймін, сол Тимур ма, әлде бағанағы Дара деген қыз ба, осы екеуінің біреуі суретке түсіріп алады. Одан кейін адвокат жалдап, сот болады. Екеуі де адвокат жалдаған. Тимур, яғни Бахардың адвокаты айтады, осы 25 жылдай осы үйде қызмет етті, келіндік өмірді жасады, тағамды да жасады. Осы балалар үшін өзінің оқуын да тастап, өзінің жұмысын, мансабын да тастап, осы үйім, бала-шағам, күйеуім деп өз өмірін тәрк етті. Сөйтіп жүріп, осы Тимур күйеуі басқа әйелмен жүріс жасады, және осы сол екеуінің баласы да бар деп енді барынша айтып жатыр. Ал сол кезде Тимурдың да адвокаты тып-тыныш отырмай, ол да Бахарға қарсы шабуыл жасайды. Кешегі суреттердің барлығын шығарып алып, неге сотқа береді. Бізде измена жасасақ, ол да жасады. Ол да маған көзіме шөп салды деген секілді. Ол да жібереді. Екеуінің шамалы сол жерде ұрыс болады. Ал сот болса кейінге қалдырады. Ал екеуі жынданып сол жерде қырғын соғыс болады. Бахардың мұрнына қан кетіп, сол жерде құлайды. Одан кейін Эврен мен Тимур екеуі кездеседі. Тимур айтады, сен менің үйімде, менің әйеліммен, менің бала-шағамның қасында не істеп жүрсің, сен не істедіңдер түнде деп кімге, Бахарға айғайлайды. Жоқ, Эвренге айғайлайды. Эврен болса, барлығы сен ойлағандай емес, ондай еш нәрсе болған жоқ. Мен жағдайын білу үшін барғанмын. Оның жағдайы ауыр деп сол кезде бар шындықты айтады. Тимур таң қалады, оның ауыр екенін білмейді ғой. Одан кейін Тимурға Ренген звондайды. Ренген айтады Тимурға, сен ажырастың ба дейді. Ал Тимур болса, жоқ, мен ажырасқан жоқпын, мен әшейін ажыраса салмаймын, мен енді до конца жүгірем деген сияқты анау-мынау жасайды. Сол кезде Ренген жынданып ашуланады, сен не үшін олай жасадың, үндемей ғана ажыраса салмайсың ба, мен сені ауыр құсап күтіп отырмын, енді сені Бахар жек көріп кетеді ғой, үндемей ғана ажыраса салмайсың ба, сол кезде Бахар да тыныш, бала-шағаң да тыныш болар еді деп жынданады. Одан кейін Бахар жағдайы нашарлап кетеді, бауыры қайта ауыстыру керек болып, оны больницаға жатқызып тастайды. Одан кейін Бахар больницаға жатады. Бахардың адвокаты келіп, Бахардың жағдайын сұрау үшін келеді. Үйге келіп, Бахарға келіп, Бахардан жағдайын сұрайды. Бахар болса, жылап оған айтады, мен енді 1-2 күнде отаға кіремін, яғни бауыр табылса отаға кіремін, сол себепті осы үйді мен өліп те кетуім мүмкін, сондықтан осы үйді балаларыма тастап кетуге көмектесші деп барынша жылайды. Адвокат, мен барынша көмектесемін деп оған қолғабыс етеді. Одан кейін Ренгенге Невра ханым келеді. Невра ханым келіп, мен Парладан кешірім сұраймын, Умай үшін.
ұмайда өкініп жүр, мен әжесі ретінде мен де кешірім сұраймын дейді. Одан кейін рентгенге Невра ханым айтады, мен Парлаға әже болғым келеді дейді. Сол кезде рентген көзі бақырайып, көзі шарасынан шығып біртүрлі болып қалады. Және рентген айтады оған, сен алдында басқаша сөйлеп жатыр едің ғой, мені де Парланы қабылдаған жоқсың сен деп оған айтып тастайды. Енді одан кейін үзіліс болады, не айтқандарын білмеймін. Невра ханым одан бір көмек сұрауға барған ау шамасы. Одан кейін Бақыр больницада жатады. Больницада жатқан кезде бүкіл больницадағы өзінің балалар емес енді, медсестра, дәрігерлердің барлығы осы Бақырға келіп, барлығы бірге өлең айтады, осы Бақырды жылатады, барлығы біз сені жақсы көреміз деген сияқты, анау мынау гүл сыйлайды, барлығы құшақтайды. Сонымен бүгінгі серия осындай неде болады, жылаумен, сықтаумен осы Бақырдың барлығы соңында жүреді. Әврен де, Тимур мен анасы да, біз бауырымызды береміз, сен қабылда дейді. Ал Бақыр болса, жоқ, маған бауырың керек емес дейді. Сөйтіп бүгінгі серия аяқталады. Бүгін мен осы бөлім аяқталады. Егер де келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.